Жастар жылы да өз мәресіне жақындап келеді. Биылғы жыл болашақ иелері үшін көп мүмкіндіктер берді. Олардың жарқын болашаққа деген құлшыныстары артып, тың идеялары жүзеге асты. Осы орайда Шымкент жоғары педагогикалық колледжі өнерлі жас 2019 концерттік бағдарламасымен шығармашылық кешін өткізді. Және де оқу орнының 15 жылдық мерейтойын қоса атап өтті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қаламыздағы Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияның концерт залында колледж студенттері өнерлерін көрерменге тарту етті. Бірі патриоттық ән шырқаса, мың бұралған бишілер сахна көркін қыздырды. Колледждің музыкалық білім беру мамандығында дәріс алып жүрген студенттердің қатарында халықаралық сайыстарда топ жарып, гран-при жүлдесін иеленген әнші күйші жастар да бар. Бүгінгі кештің мақсаты өнерпаздардың талантын көпшілікке паш ету дейді оқу ордасының ұжымы. Біз оларды қолдауға әрдайым дайынбыз. Мына біздің жаңа құрылтайшымыз балаларды қатыстыруға ешқандай қаржы да, басқа да жағдай аямайды. Себебі жастар өзінің өнерін, өзінің дарындылығын көрсетсе, ары қарай нұр үстіне нұр, өзінің биік жетістігіне жететін болса, біздің колледждің мақтанышы болып табылады. Кеш қонақтарының назарына жастардың қолымен жасалған туындылар көрмесі қойылды. Технология және дизайн мамандықтарының студенттері жасаған қол өнер бұйымдары олардың өз кәсібін қаншалықты жақсы игергенін айтпаса да ұғындырып тұр. Білікті болып, ата-ана үмітін ақтап, елге, халыққа қызмет жасап атса, одан артық ата-ана үшін бақыт жоқ. Ендеше бүгінгі сіздер үшін қызмет жасап атқан ата-аналарыңыз, ұстаздарыңыз соларға мың тағзым ету керек. Жоғары педагогикалық колледжінің 15 жылдық мерейтойымен құттықтауға қалалық білім басқармасының өкілдері мен өнер жұлдыздары арнайы келді. Олар білім беру саласында үздік нәтижелерге ие болып жүрген білім ордасына толағай табыстар тіледі. Маржан Жорабай, Руслан Тілеубердиев, Олжас Байтуов, жаңалықтар.